Байұлы 7 жасар күнінде ел көшіп, көп балалар, біреу тайына, біреу атына мінгенде бір бала жыламсырап қарап тұрып қалды. Мұны көріп Байұлы қасына барып, «Сен неге атыңа мінбейсің?» деді. Бала қамығып, «Атым жоқ, көшкенде әжеммен түйеге мінуші едім» деді. Сонда Байұлы аттан түсіп, жаяу әкесіне барып, «Мен атқа мінгенде ер-тоқыммен маған бір жорға тай атап едіңіз. Сол тайымды біреуге берсем, сіз ұрыспайсыз ба?» деді. Әкесі, «Кімге бересің?» деді. Бала қысылыңқырап тұрып, жаяу жылап тұрған жарлының баласын көрсетті. Бұған әкесі де түсініп, бетінен сүйіп, «Тайыңды кімге берсең де, өз ерік өзіңде» деді. Сонан соң Байұлы қуанып, тайды детіп, манағы балаға әкеп беріп, қасына ертіп алды да, шауып кеп, көп балаға қосылды. Сол вақытта бір ақсақал жақсы кісі қонақ болып жатыр екен. Байұлының әлгі мырзалығын көріп, разы болып, сыртынан бата берді. Құдайым, бұл балаға ұзақ жас бер, мал мен бас бер» деп. Сол кісінің батасы қабыл болып, ақырында Байұлынан 12 ұл туып, бәрі де асқан бай, елге бас болды. 12 ата Байұлы деген ру сонан тарады деседі. Жәнібек батыр бала күнінде ақыл білім үйрену үшін қаракере, соқырабыз дегенді іздеп келген екен. Сәлем беріп кіріп келсе, қарттықтан екі жағын жібекпен таңып отырған кісі екен. Жәнібекті көріп, «Сен қай ұлсың?» деді. «Қошқар ұлымын» деді. «Қошқардың адам есті бір ұлы бар деп еді. Сол боларсың ба?» деді. «Болармыз» деді. «Балам, не жұмысың бар? Бұл жақта неғып жүрсің?» деді. «Осы жақта бір қарт атамыз бар дегенге қолын алып, бір-екі ауыз ақыл білім алайын деп жүредім» деді. Ел бастап, жұрт алайын деген ол екенсің. Сөз бастап, би болайын деген ол екенсің. Алдыңа келсе, әділдігіңді аяма, аймағың кетпес алдыңнан, қол бастап жол алайын деген ол екенсің. Жолдастың мыңын алма, бірін ал. Мың кісіге бір кісі олжа салса тұғын, олжаңды аямасаң, жолдасың қалмас жаныңнан. 126-ға келіп отырмын. Жас күнінде қалың бер де қатын ал. Жігіттің хан болатын, қыздың ханым болатын уақытты сол. Қартайған соң өкінбе ұлым, қару жисаң мылтық жи, жаяу жүрсең таяғың, қарның ашса тамағың». Мұнан шығып кіші 190-ға келіп отырған Тайған деген биге келді. Келсе бидің елі қош екен. Қош үстінде кез болып, сәлем беріп, ат үстінен көрісті. Мұнысын жақтырмай бұл би де сұрады. «Жаным, қай ұлсың?» «Қошқар ұлымын». «Ұлым, неғып жүрсің?» Оған да айтты. «Осы жақта бір қарт атамыз бар дегенге жолығып, қолын алып, бір-екі ауыз ақыл сұрайын деп едім». Деді ол. Аузы алты қарыс, арғынның Қошқар ұлы Жәнібек, алшынның бір алжыған шалын келемес қылып кетейін деп едім десеңші. Жәнібек, «Мен сөз сұраймын деп келсем, көңілімді қайтарды ғой» деп атының басын бұрып алып жүріп. Анадай бара жатқанда би, Жәнібек» деп шақырды. Жәнібек артына қарады. Сонда би, «Атыңның басын бұрма, солай тұр. Жүзім кішілігінен бір ауыз сөзбен көңіліңді қайтардым. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Жаманға жүзіңді салма, сағың сынар» деді. Бай мен жарлы баласы. Асан деген бай баласы, Үсен деген жарлы баласы. Екеуі құрдас екен. Бір күні ел көшкенде, қар астында ойнап жүріп, ескерілмей екеуі жұртта қалыпты. Бір мезгілде үйге баралық деп келсе, ауыл жоқ, қор жұрты жатыр. Асан айқай салып жылай бастайды. Үсен ойланып тұрды да айтты: «Жылағанмен еш нәрсе өнбес. Көшкен ауылды іздеп табалық. Елді қайдан табамыз? Қай жаққа кеткенін де көргеніміз жоқ» деді Асан. Үсен үндемеді. Асанды ертіп көшкен жұртқа келді. Жұртта бір көзі сынған ине жатыр екен. Оны алды және бір пышақтың сынығын, бір-екі уыстай қыл тауып, оны да алды.
Содан соң ауылдың жұртын айнала жүгіріп жүріп, көштің кеткен сүрлеуін тауып, сол сүрлеуге түсіп жүре берді. Біраз жер өткен соң сүрлеу екі айырылды. Мұны көріп Асан жылай бастады. Енді қайсысына түсеміз деп Үсен қарап жүріп біреуіне түсті. Мынау сүрлеу бүгін жүрген көштің сүрлеуі екен. Малдың жас тезегі бар деді. Бірақ жер жүрген соң Асан қарным ашты деп жылады. Үсен үндемей келе жатса, екеуінің алдынан бір үйрек ұшып, ұзамай қасына қонды. Асанның онымен ісі болмай жүре берді. Үсен жүгіріп барып сипайлап жүріп, үйректің орнынан 6 жұмыртқа тапты. Асан қуанып жұмыртқаны алайын деп еді, Үсен алдырмай, жолдан адасып көп күн жүрсек, бізге тамақ керек болар, үйректі де ұстап алайық, деді. Асан айтты. Қалай ұстаймыз? Үсен, мен әкемнің ұстағандарын көріп едім, деп манағы жұрттан тауып алған қылдан есіп тұзақ істеді де, оны апарып үйректің ұясына тұқырды. Мұнан соң Асанды шақырып алып, екеуі бір таса жерге қалың шөптің арасына барып жатты. Көп ұзамай-ақ үйрек қайта ұшып, жан-жағында адам көрінбеген соң ұясына келіп қонды. Бітегенеден соң Үсен түрегеліп жүгіріп ұяға барып еді, үйрек ұша алмай далбырлады да қалды. Қараса, үйрек мойнынан тұзаққа ілініп қалған екен. Үйректі Асан, тірі алып ойнап баралық, деді. Үсен айтты. Жоқ, әкем үйрек, қаз адал құстар. Мұқтаждықта Құдай тағала бұларды адамға алып, тамақ етуге бұйырады. Бірақ тірілей байлап матап әуре ету обал деп айтушы еді. Әуре етпей бауыздап алалық, деп манағы жұрттан тауып алған пышақтың сынығымен бауыздап алды. Мұнан соң келе-келе жатып, түс ауған шақта екеуі бір өзен судың бойына жетті. Су ішіп, сусындарын қандырған соң Үсен айтты. Енді бір тамақ пісіріп желік, Асан. От жоқ, не қылып пісіріп желік, деді. Үсен үндемей су жағалап кетіп, бір шақпақтас тауып әкелді, және шапанының бір кішкентай жыртылған жерінен аз ғана мата суырып алып, оны тастың үстіне қойып, бәрін бармағына қатты қысып тұрып, манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып еді, от шығып мақта тұтанды. Сонан соң айналасына аз ғана тезек үгіп салып, Үсен өзі отты үріп, тұтындырып жатып, Асанды қу тал жинап алып кел деп жіберді. Тал келтірілген соң от жағып, әуелі жұмыртқаны отқа салып пісірді. Онан соң үйректің жүнін жұлып, бұтарлап, бір талдан істік істеп, үйректі отқа қақтады. Піскен соң екеуі де жесіп, тойып алысты. Тамағы тойған соң көңілінен уайымы шығып, Асан су жағалап жүгіріп кетті. Бір мезгілде дауыстады. Үсен, Үсен, мынау тайыз жердегі балықтарды қарашы, деп. Үсен оған қарамай баяғы жұрттан тапқан инені отқа салды. Ине біраздан соң оттың күшімен еріп қызарды. Сол уақытта пышақпен инені алып, ептеп еді, қармақ істеді. Сонан соң Асанды шақырып, сен шегіртке тере бер, деді де, өзі манағы қылдан есіп, қармаққа бауыз деп байлап, талдан кесіп, оған сап істеді. Сөйтіп, қармақ әбзелімен даяр болған соң, Үсен суға барып, Асанның жиған шегірткесін жемге шаншып, қармағын суға салды. Су әдемі, айнадай таза су екен. Ішіндегі ойнаған балықтарды көрініп жүре тұғын. Әуелі шабақтар келді, біреуі бір, екеуі екі жемді иіскеп, тиіп қашып жұлқып өтті. Сөйтіп тұрғанда шабақтар түркірей келіп қашты. Қараса бір шортан келген екен. Ол шортан жемге де қарамай, тәкаппарланып жаймен былғандап өтіп жүре берді. Шортан өткен соң манағы бытырап кеткен шабақтар тағы жалма-жан жиылып келісіп, жемнің айналасында ойнап, бірін-бірі қуып, жемге де тиіп қашып соғып өтіп жүрді. Сөйтіп тұрғанда шабақтар және дүркірей қашып жоқ болып кетті. Қараса бір бөлек алабұғалар келген екен. Жемді ең бұрын көрген біреуі тоқталмастан келіп, асап келіп қалғанда, Үсен қармақты тартып алып, оны қырға шығарып тастады. Сол қалыпша Үсен бір талай алабұға алды. Балықтың алынған қызығына айналып тұрып, балалар күннің кешке таянып қалғанын аңғармаған екен. Бір мезгілде Үсен күнге қарап, күн кеш болып қалыпты ғой, жарықты өткел тауып алайық, деп
қармақпен алған балықтардың біреуінің шапанына орап алып, манағы шақпақ тасын және сабы бауымен қармағын да қалдырмай алып, енді өткел іздесті. Бұл турада Үсен кідірместен манағы өздерінің түсіп келген сүрлеудің өткен жерін тауып алып, сол жерден өте шықты. Біраз жүрген соң-ақ күн кеш болды. Және біраздан соң ымырт шабылып, жол көрінбеді. Түн болған соң балалар екеуі де қорқайын деді. Сөйтсе де Үсен сыр білдірмей, енді жүрсек адасармыз деп тоқтады. Тезек теріп, от жақты. Біраз отырған соң Асан күндіз көп жүріп шаршаған бала ұйықтап қалды. Үсен ойлады. Әкем айтушы еді, елді жердің ұрысы, далалы жердің бөрісі болады деп. Ұйықтамай отқа күндізгі алған балығын пісіріп, ермек етіп отыра берді. Естуі бар еді, от жағып отырса, қасқыр келмейдіміз деп. Қарап отырса, бір мезгілде бір топ киік келді. Олар анадайдан одырайып, қарап тұрып, өз-өзінен үркіп жөнелді. Біраздан соң құлын, тайы бар бір үйір құлан келді. Айғыры алдында басын тікшіктіп, құйрығын шаншып, осқырынып, өзгелері таңданып, қарап тұрды да, оларды шауып жөнелді. Бір мезгілде жақын жерде қасқыр улыды. Ал сырақта өгіз, шағала, адамша шыңғырып, біресе жылаған балаша, біресе қарқылдап күлген адамша әртүрлі дауысқа салды. Үсен түйсіңкіріп, бойы мұздап, қолын манағы қармақтың таяғын қысыңқырап ұстап және отыра берді. Сөйтіп әр жануарларды керіп және оттың жарығына шиылған құрт-құмырсқа көбелектерді қарап, бұл көбелек қоңыздар неге өліміз деп отқа түсе береді екен деп, әртүрлі ойларға қалып, сүйеніп жатып таңдаттырды. Күн шығыста таң әуел алтынмен боянғандай қызарып, жан-жаққа жайыла барып, ақыры қызылы тарап ағара бастағанда, Үсен Асанды да оята бастады. Жүрер уақыт болды деп, Асан далада екенін ұмытып, үйдегі қалыбынша жуық арада оянбай ыңырсыса да, Үсен қоймай оятып алып, қасына ертіп жолға шығысты. Күн сәскеге шейін жүріп отырып, сәскеде сүрлеу бір қатаң, шоқаттау жерге түсіп көрінбей кетті. Балалар енді қай жаққа жүрерін білмей дағдырап тұрды. Сөйтіп жан-жағына қарап тұрса, ілгергі алдында бір киік қыр үстінде үлкен мола көрінді. Сонда Үсеннің ойына әкесінің сөзі түсті. Далада жүріп адассаң, молалы жерде су болады, сулы жерде ел болады дейді екен. Сол ақыл бойынша Үсен Асанды ертіп, молаға қарай жүрді. Молаға жақындап келгенде қаңқылдаған қаздың даусы шықты. Үсен енді білді жақын жерде қол бар екенін. Оның үшін қаз сусыз жерді мекен етпейді. Келіп екеуі енді молалы қырға шықты. Қарасақ қырдың жығылар асты үлкен қол екен. Көлдің айналасы да іші де жыңылдаған мал. Жағасындағы жібектей жапырылған көкорай шалғынында қора-қора қой мен жылқы. Жылқының бір парасы көл ішіне кіріп, белінен құраққа кіріп тұр. Енді бір жағасындағы сортаңында бір топ түйе жатыр. Бұларды көріп балалар қырдан түсіп, жүгіріп малға келді. Келсе өз ауылдарының малы екен. Малшылар Асан Үсенді көріп, олар да қуанып, біреу әке-шешесінен сүйінші сұраймыз деп шауып кетті. Өзгелері балаларды атқа мінгізіп ауылға алып жүрді. Жолда келе жатып малшылар айтты: "Сендердің жұртта қалғаныңды біліп, кешеден ауылдың жан біткенін іздеуге кетіп еді" деп. Нақ бесін мезгілінде балалар аман-есен үйлеріне келіп, әке-шешелеріне қосылды дейді. Баланың айласы. Бір әлім адам жапанда келе жатып, аяғы астында бір үлкен тасқа сүрініп жығылып ойлады. Бұл тас адамға зиян келтіретін тас екен, жолдан алып тастайын деп. Сол оймен тасты көтеріп еді, астынан бір сандықты ашып еді, ішінен бір жылан шығып, шығамын деп әлімге ұмтылды. Әлім айтты: "Мен сені қараңғы тар жерден тұтқыннан шығардым. Жақсылыққа жамандық бар ма?" Жылан айтты: "Бар." Әлім айтты: "Олай болса біреуге жүгінелік, төре саған тисе шағарсың" деп. Жылан да бұл сөзге тоқтап, екеуі келе жатып түйеге шолықты. Түйеге бұлар істерінің мәнісін айтып еді. Түйе айтты: "Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, мен адамның қанша ауыр жүгін мүлкін тасып, өмірімше қызмет етсем де, адам қай уақытта шамаңнан тысқары жүк артады да жүре алмасаң, ұрып соғып ренжітеді." Жылан мұны естіп, әлімнің мойнына бір оралды.
Мұнан шығып жеміс ағаштарына келіп жүгінді. Бұл ағашты айтты: жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, менің жемісіммен қанша адам күн көріп пайдаланып тұрса да, жемісімді жаны ауыртпай қолмен алмай, түбімнен қатты ұрып, жемісімді жерге түсіріп алып жейді, деді. Жылан әлімнің мойны тағы бір оралды. Онан кетіп бір итке жолығысты. Ит те айтты: жақсылыққа жамандық бар. Мен иеме қанша түн күн ұйықтамай мүлкін, малын, өзін бағып қызмет қылып едім. Ақырында мен қартайып, аурулы болған соң, таяқтап ұрып, мені қуып жіберді, деді. Жылан және бір оралып, енді шағамын, деді. Әлім айтты: енді тағы біреуге ақ жүгінейік, төрелік тағы саған десе шаға бер. Сонан шығып ойнап жүрген бір топ балаларға келді. Ішінде бір бала Әлімге сәлем берді. Әлім сәлемін алып, сол балаға істерінің мәнісін айтты. Бала естіп болып: әй ата, бекер сөйлейсің. Осы қолындағы кішкентай қобдыға мойныңа 3 оралған әйдік жылан сыюшы ма еді, деді. Сонда жылан да айтты: бұл сөз рас, деп. Бала тіпті нанбады. Бұл сөзге көзбен көрмей, кісі нанып болмас, деп. Сонда жылан баланы нандыру үшін иіліп барды да манағы қобдыға кіріп жатты. Бала сонда тарс еткізіп сандықты жауып бекітті де Әлімнің қолына берді. Алған орныңызға апарып қойыңыз, деп.